Қайырлы күн, құрметті жамбылдықтар. Соңғы күндері ел арасында ұн тапшы, сол себепті баға көтеріліп жатыр деген қауесеттер тарап жатыр. Мен жаңа ғана азық-түлік сақтау қоймасында болдым. Онда ешқандай тапшылықты байқамадым. Яғни мамандардың айтуынша әлеуметтік маңызы бар тауарлардың барлығы дерлік жеткілікті. Бірақ ескерту, мына қоймадағы 80 тонна ұн ол сақтандыру қорының оны, яғни әлеуметтік дүкенге жеткізілетін өнім. Шаһардағы бірнеше сауда орындарында баға әртүрлі болуы мүмкін. Егер де қолжетімді бағада өнімді тауарды алғыңыз келсе, әлеуметтік дүкенге барыңыз. Жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде ұнымыз, қоймада ұндарымыз бар, жеткілікті көлемде деп ойлаймын. Бүгінгі таңда 80 тоннаға жуық ұнымыз бар бірінші сұрыптан. Ол тек қана әлеуметтік дүкендерде сатылады. Өкінішке орай енді бағамыз төмен болғандықтан бағамыз бір келісі 125 теңгеден. Сондықтан шектеу қоюға мәжбүрлендік. Яғни бір адамға бір келіден беріледі. Бірақ бағамыз 125 теңге. Қант бойынша да ешқандай қазір проблема жоқ. Уайымдайтын ешқандай не жоқ, себеп жоқ.